Бейсеке, азаматтығы бір биік, адамдығы бір биік, адалдығы бір биік, күрең беліңдей асқақ жігіт едің ғой. Таудың көк тасындай мықты екенсің. Морт кеттің, төгілмедің. 2018-дің желтоқсанында көңілге алаң кірді. 2019-дың көктемінде көкжиекті бұлт торлап, сол жылдың жазында найзағай ойнап, 20-ның 18-ші мамырында көз жасынан жаңбыр жауды. Соңғы бір жылда бастан өткеннің барлығы қорқынышты түс секілді. Сенің мен өлім айқасы, өмірдің соңы өлім, кімнің кім екені өлген соң белгілі болады деген екенсің. Екідай ойға қалдыратын сөз, өлді демеймін. Байырғы қазақтарша қайтыс болды, қайтты дейінші. Бейсен Құранбекті ел жұрт соңғы сапарға шығарып салды. Азамат 49 жасқа қараған шағында мәңгілік өмірге аттанды. Әріптесіміз, ағамыз танымал тележүргізуші Бейсен Құранбек өмірден озды. Қарымды қалам иесінен айырылып қара жамылды. Табиғатынан талантты Бейсен Құранбек бүгін 49 жасқа қараған шағында дүниеден өтті. Қазақстанның мәдениет қайраткері Бейсен Құранбекті ақтық сапарға шығарып салды. Жаңа таң, жаңа өмір бастауы. Өмір болса тарам-тарам жол. Осы жолда өз сүрлеуін тапқан жанның арманы жоқ шығар. Өмір деген біреуге ұзақ болса, біреуге тым қысқа. Сол сапарда жақсымен жолдас болуың бақыт дейді. Қазақтың көп ауылынан артық кемі жоқ, күрең бел топырағы кеңес кезінде салынған мектеп. Осы ауылда 1971 жылы Бейсен Құранбек дүниеге келді. Еңбек жолын шопанның көмекшісі болып бастаған Бейсен 1989-1991 жылдар аралығында кеңес армиясының жауынгері болды. Бейсен Құранбектің өмір жолына қарасаң, біреуден артық кемі жоқ. Сарбаз Бейсен мен студент Бейсеннің аралығында бір ерекшелігі спортшы Бейсенде бар еді. Ол айкидоға шыңдап бас қойған болатын. Бейсекеңмен танысуымыз алғаш 2000 жылдың басы. Мен де ауылдан Алматыға бір көшіп келгеніме 2 жыл болған. Содан баяғы кішкене спорттың әр түрін көріп, бір шығыс өнерін тамашалайықшы деп бір дөтзеге кірсем, өңкей орыстың балаларының арасында бір қазақтың жігіт жүр екен, соған көзім түсіп, біраз отырып қалдым, өнерін тамашалап. Бірақ бірден көрдім, басқаларына қарағанда ширақ қимылын байқап, демек тәжірибесі молырақ екенін байқадым. Содан мен де сол өнерге жазылдым. Бұл шығыс өнері, соғыс өнері айкидо. Бейсекеңнің, шын айтса, ол қазақта айтады ғой, ананың сүтімен келеді деп адамның мінезі. Өзінің негізі биязылығы, қарапайымдылығы, сабырлығы. Мен айтатын бірінші анасынан деп. Мен үшін Бейсеке жаңғыз өмірлік дос қана емес, тумаса да туғандай болды маған. Біз тек қана спортта ғана емес, таныстығымыз, араласқанымыз, қайғымызды да бөлістік бірге, жақсылығымызды да жаңағындай асырып деген сияқты ұлттық құндылықтарды жаңағы жоғарға қоятын да Бейсекең. Сондықтан ол әрбір қадамында сол ұлтқа деген, халыққа деген сүйіспеншілікті байқайтын мен. Нұрғалиұлы Нұртілеу ағамыз осы қазақ журналистикасындағы ардагердің бірі еді. Сол кісі бір сөз айтқан еді. Қазақ журналистикасында Бейсеннің мектебі қалыптасар әлі деп. Бейсеннің мектебі қалыптасар деп. Мен де солай ойлаймын, расында да Бейсекеңнің өз мектебі болуы керек. Өйткені ол бір 21 ғасырдағы журналистердің өзінің ерекше бір жолын салып кетті деп ойлаймын. 1993-1998 жылдары Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық мемлекеттік университетінің журналистика факультетін оқып бітірген.
Қазақ телевизиясына үлкен үлес қосу мақсатында Бейсен Құранбек өз бағдарламасын ашты. 2013 жылы Айтуға оңай бағдарламасына жүргізуші болып бекітілді. Еліне жақын еткенде осы Айтуға оңай ток-шоуы болатын. Халқына жанашыр болған Бейсен әрбір қазақ азаматы мен азаматшасына өз көмегі мен қолдауын аямады. Алдымен Айтуға оңай, кейін қарекет болған бағдарлама 8 жылға жуық эфирге шықты. Әр бағдарлама сүрінгенді сүйеді, құлағанды тұрғызды, жылағанды жұбатты, мұңайғанды қуантты, адасқанды табыстырды. Мен ол кісімен алғаш рет 2012 жылы таныстым. Бір журналға Бейсен аға туралы материал шықты. Тренинг өткізді жастармен деп. Сосын ол тренинг нағыз жастардың жиналатын жер кітапханада өткізсе ғажап болар еді. Танымал адам келсе қояр ма деген бір үміт, бір күдікпен хабарластым. Жоқ, бірден телефонын өзі көтереді екен. Сосын жақсы деді. Сосын бір 2 күннен кейін хабарласып, кітапханада болсаң келіп кетейін деді. Айына 1 рет кітапханада осындай бір жоба бастасақ, сіз координатор болсаңыз, айына 1 рет жаңағы тренинг өткізіп тұрайық. Аға бірден келісті. Сол 8 жыл бойы осы денсаулығы күрт төмендегенше ол кісі біздің кітапханамен байланысын үзген жоқ. Ол кісінің ойында үлкен ер азаматтарға, оның ішінде жасөспірімге, жастарға, ұлдарға арналған бір рухани мектеп ашу. Оны байланыстыру барлығымен. Ол тек кітап оқумен шектелмеу керек. Қазақтың әр баласының бойында бір жігер болғанын қалады. Одан кейін қазақ тілінде жаңағыдай тренер дейді ғой, сол тренинг өткізетін бір 100 маман дайындау арманы болды. Бұл Бейсекеңнің әлеуметтік желдегі парақшасы. 2019 жылдың 9 желтоқсанында өз туған күнінде ішкі арпалыстан шыққан сөздерін халқымен бөлісті. Бөлу бөлек, түсіну басқа. Жыл басынан бергі ішкі арпалысқа толы күндерімде, ұйқысыз түндерімде 3 нәрсені тереңірек түсіндім. Бірінші, ұстазым жиі айтатын, бұл өмірде ақшадан да, биліктен де құдіретті дүние бар. Ол ниеттің, тілектің, батаның күші деген сөздерінің рас екені. Ал екінші, халқымыздың басты байлық денсаулық деп бір-ақ ауыз сөзбен айта салған даналығына бас идім. Ұйқың тыныш, тәбетің жақсы болып, ертеңгісін еш ауырмай оянудың өзі жарты бақыт екенін ұқтым. Үшіншіден, бабаларымыз қалдырған байлық қолға ұстаған мұз, бақыт басқа қонған құс, бал артта қалған із, бұл өмірдің қызығы сіз бен біз деген сөзінің тұтас өмірлік философия екенін, өмірдің мәні де, сәні де сыйластықта екенін әр клеткамен сезіндім. Бейсен аға туралы көп нәрсе айтуға болады. Бейсен ағамен 2014 жылы таныстым. Ол кезде Қазақ ұлттық университетінің 4-ші курс студентімін, әлі дипломы жоқ. Сол кезде өзінің бауырына басып, командасына қабылдап, 2013 жылы жарық көрген Айтуға оңай бағдарламасында қатардағы редактор болып жұмыс жасадым. Бейсен аға қалың қазақ үшін керек азамат еді. Әр қазақ менің жалғызым деп Сабыр Абдайдың сөзін өзінің төлқұжатына айналдырған, қашанда қамқорлығын білдіртетін. Негізі сол қалың қазақтың қайғысы жүрегіне түсіп кеткен сияқты Бейсен ағаның. 4 жыл Айтуға оңай бағдарламасы эфирде қалың көрерменге жол тартқан үздік бағдарламалардың бірі телеарна тарихында. Бейсен Құранбектей азаматтан айырылу қазақ елі үшін оңайға соққан жоқ. Бейсен ағаны сағынамыз. Сенің біреуге тас атқаның есімде жоқ бауырым. Ал жасаған жақсылығыңды, төккен мейіріміңді мыңдап айталам. Шаңырағына құт қондырған ер ғана көпке шуақ шашалады. Өмірге іңкәр сайын даланың перзенті, азаматтың жауһары болдың.
халқыңмен бақылдасқанда соңғы сөзің ризамын болыпты. Сен ағайын туыс, сүйген жар, еліңе разы болсаң, олар да саған разы. Көз жасы тыйылмады. 9 айлық толғанмен дүниеге келдің. 9 айлық сынақпен келмеске кеттің. Бәріміз алақанмен қалқалап, жанталаса қорғаған үміттің әлсіз шырағы жалт етіп сөнді. Бірақ оның сәулесі талай жүректе қалып қойды. Қайтымыздай бесеке, шырағың сөнбесін.